Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен, яғни 1-тоқсанның 2 БЖБ-сына талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетейік, тіркелмеген оқушылар болса. Себебі шығып жатқан БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын алдағы уақытта тек тіркелген оқушылар ғана көрінетін, оқушыларға көрінетін етіп қоятын боламын. Сол себепті каналға тездетіп тіркеліп алайық. Ендеше тапсырманы бастаймыз. Бізде бөлім киім, сән, талғам, фонетика және отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер лексика бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады. Оған 15-20 минут уақыт беріледі. Яғни 2 тапсырма бар. Бірінші тапсырма мәтінді оқып, оның жалпы мазмұнына қатысты 2 сұрақ, мәтіндегі нақты ақпараттарға қатысты 3 сұрақ құрап жаз дейді. Бірінші мәтінді оқимыз. Мәтін Самал Шорманованың әнші Мұқасан Шахзадаевпен жүргізген сұхбатынан үзінді. Мұқасан Шахзадаев: сәнмен, талғаммен киінуге бала кезден құштармын дейді. Мұқасан аға сізді қазақ эстрадасындағы жоғары талғаммен киінетін әншілердің қатарына жатқызады. Өзіңіздің ойыңызша қалай? Мен өзін сыйлаған, өзін жақсы көрген әрбір адам дұрыс киінеді деп ойлаймын. Оның үстіне өнер жолында жүргеннен кейін халықтың алдында жүреміз. Дұрыс киініп жүрмесе, онда адам өзін сыйламағандығы. Өзіме келер болсам, сәнмен, талғаммен киінуге бала кезден құштармын. Себебі анам тігінші болған. Кеңес үкіметінің кезінде ақшаң болған күннің өзінде киім тапшы болатын. Сондықтан анама әртүрлі сән журналдарындағы киімдерді көрсетіп тіктіртіп алатынмын дейді. Екінші мәтін қашанда қазақ халқы ұлттық киімді қадір тұтқан. Қазақ қыздарының ұлттық киімін баршын, торғын, шәйі, қырмызы сияқты жұмсақ нәзік маталарды пайдалана отырып, бүрмелі етек, бүрмелі жеңін аса кең етіп көлбеңдете тіккенде қазақтың бүкіл тұрмыс салты жатыр емес пе? Қыз балалардың әйел адамдардың киімін жұмсақ, нәзік матадан тігетіні, нәзіктігі мен әдептілігі үстіндегі киімінен ақ көрініп тұрған ғой. Етек жеңінің кең болатыны қазақтың дархандығын, үрімді бұдақты екендігін, мейірімін, қонақжайлығын, даладай кең пейілін, қолының жомарттығын білдіреді. Кең етектің қабат-қабат бүрмесі 7 сатыдан тұрады. 7 қазына, 7 кие, 7 қат жер, 7 ата тазалығы осы ұғымға ойып тұр. Әйел ұлтты тәрбиелейді. Келген қонаққа ілтипат көрсетіп, дәмін ұсынған әйел тауының киген киімдері арқылы бұрынғы бабаларымыз елдігімізді таныған. Яғни бізде 2 мәтінде де киім жайында айтылған. Бірінші мәтінде әнші Мұқасанмен сұхбатта киім жайлығы, киімнің қалай дұрыс киіну жайында айтылған. Ал екінші мәтінде бізде қазақ халқының ұлттық киімдері жайында айтылған екен. Ендеше тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма мәтінді оқып, оның жалпы мазмұнына қатысты 2 сұрақ және нақты ақпараттарға қатысты 3 сұрақ құрастыр дейді. Жалпы мазмұнға қатысты 2 сұрақ, яғни Мұқасан Шахзадаев не себепті сәнге құмар болды? Дұрыс киіну дегенді қалай түсінесің? Ал нақты ақпараттарға қатысты 3 сұрақ: Мұқасан Шахзадаевтың анасы кім болған? Кеңес үкіметі кезінде киім тапшы болса да, әнші қалай сәнді киініп жүрді? Әнші бала кезінен не нәрсеге құмар болды деп мысал ретінде осындай сұрақтар құрастырсақ болады. Міндетті түрде көшіріп алу емес, мәтінді оқып өздерің құрастырсаңдар болады. Келесі, екінші, мәтінді мұқият оқыңыз, негізгі ойын сақтай отырып, көлемін шамамен 30-40 сөзге дейін ықшамдаңыз дейді. Яғни мәтінді оқимыз, мәтінді 30-40 сөзбен негізгі ойын сақтай отырып, қысқартып жазуымыз керек. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Отбасы ол да бір шағын ғана мемлекет. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күн 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған. Отбасы күні алғаш рет 1994 жылы аталып өтті. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі деп білеміз.
Отбасы шағын мемлекет, яғни кішкене кезінен бала отбасында не көрсе, өскенде сол іс-әрекетті қайталайды. Нақты айтқанда, бала ата-анасына қарап өседі. Біздің елімізде отбасы күні атап өтіледі. Халықаралық отбасы күні 15 мамыр күні тойланады. Бұл мерекені 1994 жылдан бері атап өтіп келе жатырмыз деп ойды қысқартып, негізгі ойын сақтап отырып жазсақ болады, иә. Яғни, екінші тапсырманың жауабы осы. Сонымен бүгінгі біздің жоба талдауымыз аяқталды. Оқушылар, келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.